осыны ішіп басым көтерді. Басым көтеріп, еще поликлиникаға барғанда, кстати, мені учетқа қойып қойды. Неше түрлі дәрілер берді маған. Міне осыдан 4-5 ай бұрын просто бір тексерейік деп, Райхан екеуміз шығып кетіп барғанбыз клиникаға. Клиникаға барсақ, 120-80, что Райхан, что менде. Одан кейін айтайын дегенім, осы Таразда менің оң көзімді дұрыс емес, мынау Глазунова клиника, оны мен смело айта беремін. Солар менің дұрыс емес диагноз қойып, воспаление слезного мешочка құртты. Осының арқасында електі 70-70 көзіме тамызамын. Мені очки вообще кимеймін. Кешегі мені аяқта жүрді, кітапта мен без очков оқимын. Мен өзім 67 жылғымын. Мені мені өзім бірге оққаны Гүлнар Байдәулетова біледі. Тақпай мен очкиді, бірақ таққамын өзім. Одан кейін немерем аллергический болып туылды. Сол алмеден кейін кезде мынандай кішкентай түйме, үлкен түйме бола ма, сондай қызылдақ болды да, мынау январский событие болды. Біткеннен кейін часто клиникаға апардық, кәдімгі мынандай зеленый гүл елка болды ғой. Денесі күшейді, мынаяқтың бәрі. Шолдырамыз, тұзға, врачқа апардық, болмады. Әке-шешесіне айттым, бір мазь әкелді, сонан алақанға, осы мына капсуланың шөптен жасалған ғой. Беркеш Райна деймді, прям алақанына бүйтіп неқсам, типін деп бүйтіп жалап кетті, артына су берем, ровно бір айдан кейін тап-таза болды. Сенбеймін десеңіздер, соткада мен сүйретім бар көрсетейін. Сонымен әке-шешесі білмейді, оқтай қалды. Міне, менің немеремді өзім қуандым. Осындай дәрежеге немерем жеткіздім. Сіздер ортаңызда, міне. Рахмет. Презентациядан кейін сотканы көрсетесіз. Хорошо көрсетеміз. Ал енді коронавирус кезі болды, есіңізде қалды ма? Помните, да, коронавирус? И сейчас обещают еще один какой-то вирус идет. Впереди. Нет. Скоро осенью, возможно,